Сая Қасымбектің әңгімесі. Төрдің төресі болған адыраспан. Бала күнімізден тұмаурата қалсақ, анамыздың адыраспанмен аластап, түтінімен тыныстатқанын көбіміздің есімізде болар. Одан қала берді, ауылда кез келген үйдің төрінде бір бума адыраспан ілулі тұратын. Ойын баласы болсақ та, үлкендердің ыңғайымен адыраспанды қадірлеуді үйреніп өстік. Әлі есімде, ауылда адыраспаннан қызыл бояу жасайтын ата болатын. Адыраспанның гүлі төгіліп, сап-сары боп қураған кезде, ауыл балаларын жинап, алдымен нәм-пәси таратады. Қорасындағы қас қатар ілулі тұратын дорбаларды шетімізден таратады. Қолымызға дорба ұстатып тұрып, ал балалар, адыраспанды жылмас бұрын не деу керек деп сұрайды. Біз тұра қалып, ассалаумағалейкум адыраспан, мені саған жіберді, Омар Оспан. Жанға дәрі, дертке шипа болғай, жамандықтан сақтай көр, сабылысқан деп жамырай жөнелеміз. Ұмытпағанымызға риза боп, адыраспан жинауға жібереді. Ата таратқан нәмпәсиді таңдайға тастап жіберіп, адыраспан қайдасың деп шапқылай жөнелеміз. Ауыл шетіндегі адыраспанды дорбаға нықтап әкеп береміз. Бояуды қалай жасайтынын көрмеппін. Баламыз ғой, жинап келгеннен соңғы процесс бізді қызықтырмайды. Жаудан құтқарған адыраспан. Бірде әкеме адыраспанды жыларда сертін айтпаса болмай ма? Еститіндей адыраспанның құлағы жоқ қой дегенімде, балам, Әзіреті Оспан әскермен жорыққа аттанып бара жатып, жол жөнекей түнейді. Оспанның қалың қолмен келе жатқанын естіген жау, жасырын кеп, ұйықтап жатқан әскердің аттарын босатып жібереді. Ерттеулі атсыз алысқа бара алмайсың. Үдіре қашқан жылқының арасынан Әзіреті Оспанның аты бір топ адыраспанға шылбыры оратылып, кет алмай қалыпты. Оспанның аты тұрған жерге босай қашқан жылқылар түгел жиналып, үйіріліп тұр екен. Шылбыры оратылған адыраспанды Оспан дорбасына салып алады. Жауын жеңіп оралған соң, пайғамбарға болған жағдайды баяндап, шөпке адыраспан деп ат қойғанын айтады. Адыраспанның жасаған қызметіне риза болған пайғамбарымыз, әскерімді аман алып қалған адыраспан, менің үмбетіме қызмет етсін деп дем салған екен. Пайғамбардың өзі дем салған шөпті сертін айтып жылуға болмайтыны содан деген еді. Жүннің реңін жандырған адыраспан. Аналарымыз күзде киіз базарда ойын шатырын адыраспанның бояуымен боялған жүннің түсі қып-қызыл нарттай боп жайнап шыға келеді. Киіз басу басталғанда апам тұсына тіл соққан қаласпен киізін түзу шықсын деп адыраспанды түтетіп қояды. Ауыл шетінде өсетін қалың шиді апаларымыз шит оқиды. Жаз айында есік алдына киіз үй тігіледі. Құрт-құмырсқа кіріп кетпесін деп іргеге ши тұтатады. Ши қурап кетпес үшін міндетті түрде адыраспанның бояуымен бояйтын. Алыстан нарттай қызыл түс мен мұнталай көз тартатын. Біздерге Әзіреті Оспанның ықыласына ие боп, пайғамбар дем салған деп, адыраспанды аяқпен басуға қатаң тиым салатын. Адыраспан көре қалсақ, міндетті түрде айналып өтетінбіз. Адыраспан мал емдеуге таптырмайтын қасиетін де көріп өстік. Ауыл шетінде кей-кеш көке тұратын. Бірде маған адыраспан теріп беруімді өтінді. Ораған адыраспанды тамырына тиіспей, сабағын ғана жылатынбыз. Тамыры келесі жылға адыраспан теріміне қалатын. Бір дорбағып әкеп берген адыраспанды түйекештің әйелі дәу қазан қайнап тұрған суға тоғытып, қайната бастады. Сөйтсем, қотыр болған ботаны адыраспанның тұнбасымен емдейді екен. Көршіміздің бәйгеге қосатын айғыры болды.
Бірде айғыры зәрін шығара алмай қиналды. Сол кезде шелек Адыраспанның тұнбасын ішкізгенде, зәрі жүріп, жаны кірген айғырдың қуанышты кісінегені әлі күнде көз алдымда. Көктемде небір улы шөптер өсіп кететіні белгілі. Бір күні сиырымыз екі бүйірі солығып, жем шөп жеуден қалды. Мал дәрігерін шақырдық. Сөйтсек, ішектері құрттаған екен. Дереу Адыраспанды қайнатып, тұнбасын шелегімен ішкізіп, үйді айналдыра қуыңдар деген тапсырманы алдық. Басқысы келмеген сиырдың жанын қоямыз ба? Шыбықпен тыры-қарата қудық. Ақырсында ішегінде кептелген құрттар саталасымен бірге атып шықты. Жаны кірген сиыр мөңіреп сала берген болатын. Міне қараңызшы, елеусіз өсетін қарапайым Адыраспанда қаншалықты емді қасиет бар. Әсіресе есімнен кетпейтіні әкемнің басының сақинасы болатын. Жаза аптап созақ өңірінің шіліңгір шілдесінде сақинасы жиі ұстап қалатын. Сол кезде апам шөкім Адыраспанды ақ құманға теңдеп бере қоятын. Шай орнына ішкен әкем терлей тепшіп, жастығына қисая бере лезде ұйықтап кететін. Оянғанда көзі шайдай ашылып, басы қойып, рахаттана жұмысының шапқылап кететін. Ауылда денесіне жара шыққандар дәрігердің орнына бояу алатын атаның үйіне ағылатын. Қандай маймен қосатынын білмеймін. Адыраспанның ұрығын талқанда қосып, май жасап беретін. Айды жаққан сәттен жаны кіріп, айналдырған 2-3 күнде жарасы төгіліп жататынын қуана айтатын. Осы күнде зерттеп қарасам, зығыр майын қосады екен. Тісі опырылған ата әжелеріміз қызыл егі қабынғанда Адыраспанның тұнбасын дәкеге малып, қызыл егіне басып отыратынын талай көрген едік. Көкте жылынған Адыраспан, денең ауырлап, бойың сергімей қойса, үйдің ішін Адыраспанмен аластап жіберу керек дегенді анамнан естіп, көріп өскендіктен үйімнен Адыраспан үзілмейтін. Адыраспаным таусылып, базарға сатып алуға бардым. Әдеттегі Адыраспан сататын жерге келсем, зіңгіттей жігіт ауылдан әкелген Адыраспандарды сатушыға санап өткізіп жатыр екен. Шетінен көкпеңбек, пісіп жетілмеген, гүлі төгілмек тұрмақ ашылып та үлгермеген. Бауырым, обалай, мынауың көкпеңбек қой. Адыраспанды көктей жылғанның сұрауы барын білесің бе дегенімде, ой апа, гүлін төккенін күтіп жүрем деп ақшадан қағылар жайым жоқ деген ащы кекесім болды. Тым құрыса, Адыраспанның сертін айтып жұлдың ба дегенімде, бақырая қараған көзден білмейтінін ұқтым. Көбі тіптен тамырымен жылынып кеткен. Менің ренішімді тұсымнан өтіп бара жатқан кісі естісе керек. Бұрылып қасыма келді. Мән-жайға қаныққан соң, мен сіздерге Адыраспанның қасиетіне көзім жеткен бір оқиғаны айтайын деп әңгімесін бастады. Ауылында бір қария бар екен. Жалғыз ұлы Астанаға қызметке кетіп, кемпірі екеуі ғана тұрып жатады. 10 жыл бұрын ұлы жол апатынан қаза тауып аңырап қалады. Келіні ұлынан қалған жалғыз тұяқ немересін ата-енесіне бермейді. Ұлының жылын бергенде, келіні мен немересін соңғы рет көріп тұрғанын сезгендей, бір тал Адыраспанды көрген кезде ата әжеңді есіңе алғайсың деп, немересінің кішкентай фото альбомының арасына салып жібереді. Қайын жұртпен арасын шорт кескен келін күйеуге шығады. Немересін көруге зарыққан қариялар Құдайға жалбарынып, үміттеніп жолға қараумен ғұмырларын өткізіп жатады. Міне қызықты қараңыз. Немересі мектеп бітіретін кешінде фотолар топтамасын жасамақ болады. Кішкентай күнгі фото альбомын ашқанда арасынан баяғы бір тал Адыраспанды көреді. Адыраспанды атасы бергені есіне түсіп, не керек, ауылға атасы мен әжесін іздеп келеді. Өлгені тіріліп, өшкені жанған қос қарияның қуанышында шегі жоқ. Немерем келді деп қуаныштан ат шаптырып той жасайды.
ата әжесінің күйін көрген немересі анасымен келіссөз жүргізіп осында қалады. Бүгінде Шымқалада оқу орнында оқып жатыр. Немересі келгелі қариялар өмірге қайта келгендей жасарып кетті. Міне, бір тал адыраспанның қасиеті деп әңгімесін аяқтады. Бейтаныстан естіген жайтқа бәріміз таң-тамаша қалдық. Қызығы, тыңдаушылар арасынан бір егде әйел: бала күнімізде адыраспанды көктей жылуға болмайды. Көктей жылса, адыраспан көктей жылғанның өзі көктей солсын деп налиды дегенді еститінмін деп сөзін аяқтады. Осы кезде адыраспанды толық санап өткізіп үлгерген жігіт: ой, сіздер де бір қайдағы ертегіні тауып алып миды ашта береді екенсіздер. Отырайын сол, әр адыраспанға жарамазан айтып, деген күйі қолым бір сілтеп өтіп кетті. Ақшаға құныққан адамның көзі қасиетті көрместей аш көздікпен байланып қалады ғой, деген бейтаныстың сөзін тұрғындар іштей құптадық. Әлгінде аты мәшһүр Ибн Сина 8 көз жүйесі қабынуына қарсы емге қолданған адыраспанның ревматизм, бекзиек ауруы, жүйке ауруларын емдеуге таптырмайтын дәрумен екенін ғалымдар мойындап, фармацевтика саласында қолданысқа алғаны көңілді қуантады. Кез келген дәріні асыра қолдансаң, оға айналары сөзсіз. Бүгінде адыраспанның қолдану тәсілін білетін ересектер азайғандықтан, арнайы кеңеске сүйенбей қолдануға болмайды деп әңгімесін аяқтапты жазушы.